сәлеметсіз бе Жадыра Жүсіпхан қызы? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме менің кішкентай балапандарым? Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер менің зертханама. Өзіңіз шақырғандай Аяжан бен Аминаны ертіп келдім. Тамаша, сендерге мен қазір бүгінгі іс тәжірибемізді көрсетейін. Бүгінгі іс тәжірибеміздің аты балалар картоп. Картоппен қазір біз тәжірибе жасаймыз. Ол үшін бізге осындай 2 ыдыс керек, шыны ыдыс. Бізге су керек, тұз және картоп керек. Жақсы ма? Ал енді біз қазір ол үшін мына суымызды мына 2 ыдысқа, шыны ыдысқа бөліп құямыз. Кәне Аяжан, құя ғой. Көтерсіп көмектесейін. Суымызды 2-ге бөлеміз. Тамаша. Енді мынаға құяйық. Мына ыдысқа. Тамаша, жарайсың. Енді қазір осыған біз 1 ыдысқа тұзды саламыз. Кәне, қасықты толтырып, 6 қасық тұз саламыз. Санап отырып салайық, е? Кәне, толтырып сала ғой. Толтыра ғой қасық. Қатты қасығың толық болсын осылайынан, е? Кәне, салай ғой. 1, Тамаша. Молынан ал. 2, 3. Тамаша. Толықтайық, тоқтатайық. Толтырып аламыз. Осылайынан аламыз. 4, 5, 6. 6. Тағы да біреу саламыз. 7. Неше қасық салдық? 7 қасық не салдық біз? Тұз салдық. Тамаша. Енді қасықты аламыз да ақырын отырып осыны араластырамыз. Сонда тұзымыз еру керек қой, Тұзымыз әбден еру керек. Тұзымыз еремесе біздің тәжірибе іске аспай қалады. Солай ма? Жақсылап араластырамыз. Аяжанда құр су, е? Аяжанда бұл су. Қазір біз екі су. Бұл тұзшы су. Біз бұған тұз салғаннан кейін бұл қандай су болып шықты? Ащы су болып шықты, е? Қазір тұзшы су мен ащы судың айырмашылығын картоп арқылы көреміз. Жақсы. Тұзымыз еріген шығар енді? Тұзымыз еріп қалды. Қасығында қоя ғой қасығында. Қасығында қоямыз. Енді Аяжан мынау ащы суға мына картопты ақырын алып сала ғой. Кәне. Амина, келе ғой. Жоқ. Ал енді қарандаш балалар. Не көрдіңдер? Мынау бізде тұзшы су, мынау бізде ащы су. Екеуіне де бірдей картоп салдық. Енді айтыңдаршы, не қандай өзгеріс көрдіңдер? Қарандаш. Мында картоп, тұзшы суда картоп түбіне түсіп кетті, е? Ал ащы суда картоп, қарандар міне. Ащы суда картоп бетінде қалқып жүр, ол түбінде жатқан жоқ қой. Дұрыс па? Көріпсің ба мені? Бетінде жатқан жоқ. Осыдан балалар біз нені білеміз? Ащы су тұзшы суға қарағанда тығыздығы оның жеңіл болады. Қатты болмайды. Сондықтан да бізге міне, қарандар балалар, тұздың несімен тұзшы сулы бар көлге қарағанда ащы су бар теңіздерде адамдарға жүзуге жеңіл келеді екен балалар. Себебі судың бір-біріне деген тығыздығы өте қатты әсер етеді екен балалар. Түсінікті ма бүгінгі сендерге тәжірибе? Ұнады ма қыздар? Тамаша, сендерге бүгінгі тәжірибе ұнаса қуаныштымын. Келіп тұрыңыздар. Рахмет сізге Жадыра Жүсіпхан қызы. Рахмет.